Аса қамқор, ерекше, мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын. Құрметті бауырлар, аға, іні, әпке, қарындастар, ізімізде келе жатқан ұлдар мен қыздар, Алланың қалауымен Рамазанның 30 күнін ауыздарыңызды берік ұстап, әл-қалдеріңізше ғибадат құлшылықта болдыңыздар. Өтір садақаларыңызды, зекеттеріңізді беріп, ифтар жасап, ауыз аштырып, барынша сауапты істер мен жақсы амалдар жасап, Алладан игілікті үміт еттіңіздер. Ниет тілектеріңіз қабыл болсын. Алла ұлық, кемшіліктен пәк, әрі уәдесі хақ. Сұраңдар, мен берейін дейді. Раббымыз оразаның сыйын өз уәдесіне алған. Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, Әл-Бухари риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алла тағала адам баласының оразадан басқа барлық амалы өзі үшін, ал ораза тұтуы мен үшін, оның сыйын өзім беремін деп айтты деген. Демек, жайшылықта бір күнәні бір деп жазып, бір сауапты істе 10 деп жазатын рақымды да жомарт Алла бұл Рамазанның сауабын ұстаған пендесіне қанша жазатынын, нендей сый дайындайтынын өзі біледі. Өзіне ғана аян, уәдесі рас, жаратушы иеміз бол десе бола қалады, оған еш күмән жоқ. Я пенденің тіршілігінде тұтқан оразасы, ғибадат құлшылықтары, таратқан ілім білімі, оқыған намаз, берген садақа зекеттері, барлық істеген ғибратты іс амалдары, ақиретке жіберген, яғни жинаған қоры, азығы, қазынасы, байлығы. Ол жойылмайды, құнын жоймайды, бағасы артады, сары алтындай сақтаулы тұрады, жоғарғы дәрежелерге көтерілуге себепші болады. Мұның дәлелі Әбу Хурайрадан, Алла оған разы болсын, бізге жеткен бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам Алла жолына жұбымен жұмсаған жәннат қақпаларынан, ей Алланың пендесі, бұл қайырлы деп шақырылады. Кім намаз оқушылардан болса, намаз қақпасынан шақырылады. Кім жихад қылушылардан болса, жихад қақпасынан шақырылады. Кім ораза тұтушылардан болса, ар-райян қақпасынан шақырылады. Ал кім садақа берушілерден болса, садақа қақпасынан шақырылады деген. Сонда Әбу Бәкір, Алла оған разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламға, уа Расулуллах, бір адамның сол қақпалардың бәрінен шақырылуы мүмкін бе деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, я, сенің олардың қатарында болуыңды үміт етемін деп айтқан деген. Сондай-ақ сіздердің де ниеттеріңіз қабыл болып, тілектеріңізге жеткейсіздер. Жинап жатқан нұрларыңыз молайып, ақирет күнінде сол нұрларыңызбен қылдан да жіңішке, қылыштан да өткір сират көпірінен жасындай жарқ етіп өте шығу баршаңызға нәсіп болғай. Бұдан соңда Аллаға деген құлшылықтарыңыз артқай, Алланың қалауымен келесі Рамазанға да ауырмай сырқамай құлшылықпенен есен сау жеткейсіздер. Шаңырақтарыңызға нұр құйылып, береке бірліктеріңіз артқай. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ақиретке дейінгі өз үмметтеріне үлгі көрсетіп, өсиет еткені сияқты оразадан кейін оразаны, намаздан кейін намазды жалғастырып, яғни сүннет, нәпіл оразалар мен қосымша ғибадаттарды көбейтіп, Құранды көбірек қатым етіп, жетім жесірге садақа зекет беріп, жетімнің басынан сипап, кәріпке көмектесіп, діндеріңізді насихаттап, ғибратты ғұмыр кешу, ниетті құлдың бәріне нәсіп болғай. Аталмыш қақпалардан шақырылу үміті болған әрбір пенде Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассаламның өсиет еткен аманатын тәрк етпесе керек. Қалайда сүннет пен нәпіл ораза, намаздарға да ихсан мен мұқият көңіл қояды деп сенеміз. Әрі соның жалғасын табуын қалаймыз. Сондай-ақ
алдымыздағы кіретін ай Шәуәл айы. Бұл айда 6 күн ораза ұстау сүннет. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кімде-кім Рамазан айында парыз оразаны ұстағаннан соң Шәуәл айында қосымша 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл бойы ораза ұстағандай болады деген. Хадисті имам Муслим, имам Термизи, Ибн Мажа, Саум, Сиям сияқты мұқаддис ғалымдар риуаят еткен. Бұл оразаны ораза айтының ертеңіне, болмаса сол айдың ішінде кез келген күн ұстауға болады. Үзбей ұстаса да, бөліп те ұстаса болады. Десе де айт күнінен соң артынша үзбей ұстап бітірген абзал. Бауырлар, Алла қалап құлшылыққа деген ықылас ниеттеріңіз артсын. Сондай ықыласты ниетпен жасаған амалдарыңыз, тұтқан оразаларыңыз арқылы ақирет күнінде Ар-Райян қақпасынан шақырылу баршаңызға нәсіп болып, Фердаус жаннатына көтерілгейсіздер.